Халықаралық айбын әскери патриоттық жиынының маңызды кезеңі басталды. Осыған дейін түрлі байқаулар мен сайыстарда ұпай бөліскен қатысушы командалар соңғы жарыстардың бірі әскерилендірілген эстафета мен арқан тартудан күш сынасты. Ақыл мен күштің, айла мен шыдамдылықтың шынайы бейнесі байқалатын арқан тартыс сайысы көрген жұрттың көзі тоятын сәттерге толы болды. Ары бері керме арқанды жұлқыған күші бұлқынған жасөспірімдер намыстың жолында абырой үшін аянып қалмады. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне көп рахмет айтамыз. Осылай оқушыларға жақсы патриоттық сезім сыйлап, сайыс ұйымдастырып жатқан өзге мемлекеттермен бір-бірімізге жақсы әріптестер танысып, бір-бірімізге пікір алмасып жатырмыз. Енді командама сәттілік тілеймін. Үлкен дода болғасын, уайым бар. 5 кезеңнен тұратын әскерилендірілген эстафетада жылдамдылық пен жинақылыққа ұмтылған ұландар күш сынады. Мұнда олар АК-74 қаруын шашып жинау, садақ ату, радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс костюмын кию сынды түрлі қиындықтарды артта қалдырып, жеңіс жолында тағы бір адым жасады. Мен бүгін противогаз киіп, шлем броня киіп, өз командамы уақытымды арттыру үшін жылдамырақ кидім. Біз алда келе жатырық. Қарсылас командаларға сәттілік, ал бізге жеңіс. ОЗК-ға дайындалып келдім. Өте қызықты болды. ОЗК, чулки, противогаз, броник, каска. Егер жақсылап білсе, ешқандай қиыншылығы жоқ. Автоматты бөлшектеп жинау. Өткен жылғы 9-шы халықаралық айбын әскери жастар жиынында біз жүлделі бірінші орын иеленген болатынбыз. Осы жылы да біз жақсы нәтиже көрсетіп, дәл жаңағыдай бірінші орынды иеленеміз деген ойдамын. Осы жарысқа біз бірінші орын аламыз деп келдік. Қазір бірақ топ 10-ға кіріп тұрмыз. Финалдық кезеңге өткен командалар дала жағдайында өтетін күшіміз бірлікте әскери тактикалық ойынында гран-при жүлдесін сарапқа салады.